Барлықтарыңыз сәлем. Бүгін біз осы видеода ұбт курсын, яғни өткізетін орталықтың кейсін талқылайтын боламыз. Яғни біз қасымдағы серіктесім Ғалымжан жіберген осы туралы айтатын болам. Бұл жерде біз TikTok арқылы жібердік, яғни аккаунт банға кеткен белгілі бір себептерімізбен. Мына жерде $3,845 жұмсалған, яғни тағыда да бизнестер бар, шамамен $3,000 жұмсалған. Цена за 1000 показов, яғни $0.15 дейді. Яғни бұл Қазақстандағы қазіргі TikTok-тың жарнама құны. Показ 25 миллион показ болған, 134.441 клик болған, яғни CTR 0.52, яғни CPM арзан болған сайын, әрине CTR-да өте төмен болады. Бірақ мынандай нәтиже кетіп жатыр. Конверсия, яғни 18.000 конверсия, яғни 18.000 заявка түскен. Цена за конверсию 0.20, орта есеппен бұл жерде енді результаттар. Бұл жерде неше түрлі результаттар бар, тағы да көптеген өткен көбісі өшірілген болған соң бізге көрінбейді кейбіреулері. Енді қараңыздар, бұл жерде ұбт курсы, яғни ұлы дала ұбт креоларын көрсете алмаймын, өйткені бұл креоны көрсетпей ақ қойшы деп маған айтқан. Бірақ TikTok'та негізі көрсеңіздер болады. Біз әлі де жіберіп жатырмыз осыны. Енді қараңыздар, TikTok'тың жалпы Facebook'қа деген айырмашылығы бұл жерде әрине CPM арзандауы. Мүмкін айтасыздар да, мысалы Facebook пен Instagram'ның және TikTok екеуін салыстырған кезде екеуінің жарнама сапасы әртүрлі болуы мүмкін. Иә, бұл нәрсе осыдан 1 жыл бұрын болған. Яғни Instagram мен TikTok-тың екеуінің сапасы екі түрлі болды. Ал қазір ондай емес. Қазір TikTok-тың алгоритмдері өзгерген. TikTok-тың жалпы сапасы өте жоғары болып бара жатыр. Яғни кейбір статистикаға сүйенетін болсақ, кейбір жарнама компаниялары, яғни Instagram мен TikTok-тың екеуін салыстырғанда екеуінің TikTok-тың кейде жоғары болатыны бізге мәлім. Яғни өздеріңіздің нишаларыңыз болса, TikTok-та да жіберуге де болады. Яғни бізге хабарлассаңыздар болады. Біз сіздерге TikTok, яғни агенттік аккаунт ашып береміз. Яғни біз тікелей TikTok-пен яғни келісімшартқа отырдық. Осы жақында осыны сіздерге ұсынбақшымын. Яғни біз әрбір берілген жарнама кабинетінің $50 бастап толтырасыздар. Яғни одан 13% біз НДС-ін алатын боламыз. Яғни белгілі ол өйткені Қазақстан заңнамасына сәйкес 13% НДС төленеді. Мысалға $50 толтыратын болсаңыздар, сіздерге $37 баланстарыңызда тұрады. Немесе $50 болғысы келсе $63, яғни бізге жібересіздер. Қараңыздар, тағы да осы неге қайтып келейік. Бұл жерде банның алудың себебі, өйткені қазір TikTok модерациясы өте қатал, қазір болып жатқан ситуацияға байланысты. Сондықтан бан алып қалу қаупі өте бұл жақта жоғары. Мына жерде сіздерге бір креоны көрсетейін. $185 болған. Так. Негіз креоны. Так, батырдың креосы. Тағы да неше түрлі креолар бар мына жерде. Так, крео ұбт дейді. Екі осын көрейік. Так, мына жерде ұбт-ның жалпы дауысы естілмейді мына жерде. Бұл жерде талға кетейік. Яғни общий расход $35 кеткен. Цена за клик $0.02. Цена за 1000 показ, яғни CPM 0.14. Показы 241.769. Мына жерде кликтің саны 1503, яғни CTR 0.62. Цена за результат, мына жерде көріп отқаныңыздай, бұл жерде мен қателеспесем трафикпен кеткен. Сол, осы TikTok-тың жалпы нәтижесі, бұл TikTok-та өте арзан жарнама жіберсеңіздер болады, өздеріңіздің нишаларыңызды тестілеп көрсеңіздер де болады, аз бюджетпен де тестілесеңіздер де болады. Осы TikTok-тың яғни
бізде өзіміздің TikTok-тың курсымыз бар, яғни төмендегі телеграмға, яғни маған немесе қасымдағы серіктесім Ғалымжанға жазсаңыздар болады, немесе сайтқа кіріп тапсырыс қалдырсаңыздар болады. Яғни TikTok-тың курсы бар бізде. TikTok-тың курсының бағасын тоже бізде өзіміз жеке айтатын боламыз. Және де жеке консультациялар бар, оның да тоже ақысын айтамыз. Яғни сіздерде нәтиже шықпай жатса, егер де жарнама компанияларыңызға разбор керек болатын болса, бізге жазсаңыздар болады. Сосын ең соңғысы айтатын тоже бұл жерде TikTok таргетті жарнамасын біз жүргізетін боламыз. Яғни айлық 1 ай бойы сіздермен сопровождение жасап, яғни TikTok-тың несін, жарнамасын сіздердің бизнестеріңізге жіберіп беретін боламыз. Осы айтатынымыз, және де соңғы айтатын call to action CTA, яғни менің каналыма жазыла кетіңіздер, лайк басыңыздар, алдағы уақытта қызықты кейстер мен қызықты ақпараттар беріп отырамын. Барлықтарыңызға амандық, саулық тілеймін. Сау болыңыздар.